Бәріңізге сәлем. Бұл өмірде кедейлер де, байлар да өмір сүреді. Дәл қазірдің өзінде далада үйсіз отырған адамдар қаншама. Бұндай өмірді көпшілік адамдар әдейілеп таңдамайды. Бұндай өмірден жақсы өмірге ауысқысы келсе де, олардың үйі болмағандықтан және құжаттары болмағандықтан жұмысқа да тұра алмайды. Бұндай адамдарға басқа адамдар тамақ береді және де ақша беріп жатқанын байқаймыз. Алайда бұндай адамдарды көбінесе жақтырмайтын адамдар да бар. Бірақ та сіздер бір ғана көмек жасау арқылы оларға көмектесе аласыздар. Бірде Кейсер Фишер атты қыз кафеге тамақтануға келеді. Және де далаға қарап отырған кезінде көшеде өзінің ақшасын түсіріп алған үйсіз адамды көреді. Ол адам жерге түскен ақшасын алып, ол да осы кафеге кіреді. Оның түрінен өте мұңды байқауға болады. Өйткені оның ақшасы тамақ алуға жетпейтін еді. Осы сәтті пайдаланған Кейси оны өзінің жанына шақырады. Және де оған сэндвич пен кофе ұсынады. Ол адам бұл ұсынысты қабылдағысы келмесе де, оның ақшасы жетпейтін еді. Тапсырыстың дайын болғанын байқаған Кейси үйсіз адамды бір столда тамақтануға шақырады. Ол адаммен шамалы уақыт әңгімелесіп отырған Кейси ол адамның есімі Крис екенін біледі. Ол адам өзінің өмірін айтып береді. Ол өте қатал отбасыда дүниеге келген екен. Оның әкесі оны күнде ұрады екен, және оның анасын да. Осы себепті де ол үйінен кетуге мәжбүр болған. Бірақ оны көшедегі адамдардың өзі ұрады. Уақыт өте келе ол жұмысқа орналасқысы келеді. Бірақ оны ешкім қабылдамайды. Жалғыздық пен қайғы оны наркотикқа келді. Ол өзі басқа адамдармен сөйлескісі келсе де, оның сыртқы киіміне байланысты олармен басқа адамдар суық сөйлесетін. Жұмысқа орналасқысы келсе де, оны ешкім жұмысқа қабылдамаған. Және де оның өте жақын досы иті қайтыс болған. Бұны естіп отқан Кейси өте қатты жылағысы келді, бірақ жыламайды. Өйткені оны аяп отырған секілді көрініп қалғысы келмеді. Үйінен қашып кеткеннен кейін уақыт өте келе оның анасы қайтыс болғанын естиді. Осылайша ол үйіне бармайды. Осылай әңгіме айтып отырған кезде 1 сағат өтеді, және де Кейсидің кететін уақыты болды. Ол адам Кейсиге кетпей тұра тұруын сұрайды, және де карандаш пен қағазға бірдеңе жазып, өзінің жазуы түсініксіздеу болғасын кешірім сұрайды. Және де оған алып берген тамаққа рахмет айтып, бұл күнді ұмытпайтынын айтады. Кейси кафеден шыққасын ол қағазды ашып қарайды. Сол сәтте ол адам оған тамақтан да артық қымбаттырақ зат бергенін көреді. Мен бүгін өзіме қол жұмсамақшы едім. Алайда сізде керемет адамдар бар екендігін көрген кезде олай жасағым келген жоқ. Сізге өте көп рахмет дейді. Осылайша Кейси көз жасына ерік береді. Бұнымен айтарым, дәл қазір сен бұл видеоны бірдеңе алып жеп көріп отырғанда шығарсың. Алайда басқа адамдардың нан алып жерге де ақшасы жоқ. Осы күнімізге шүкір етейік. Және де басқа адамдарға дәл осы қыз секілді көмектесіп, әрдайым көмектесуге асығып жүрейік. Бұл видео ұнаған болса, дәл қазір төмендегі лайк кнопкасын басып қой. Және де осы видеомен өзіңіздің достарыңызбен, туыстарыңызбен төмендегі поделиться кнопкасы арқылы бөлісіңіз.